Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерді Стамбулдағы саяхатымды көрсететін боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алғаш баруым Стамбулға. Осыны әдемі көрініс көрінеді. Және де мен бұл қалада қайда барғанымды, қай жерде мен жүргенімді, қалай аэропорттан шыққанымды барлығын сіздерге көрсететін боламын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай осындай Стамбулдың аэропорты үлкен, өте үлкен. Самолеттен түскеннен кейін біз паспорт контрольге барып өтетін боламыз. Осындай белгілері болады, өзінің знактары, соған қарап жүріп отырамыз. Қазір барлығын бейнеде көресіздер. Даусыма мән бермеңіздер, кішкене сырқаттанып, тамағым ауырып қалды. Қазір бейнеде көресіздер. Осылайша жүріп, біз паспорт контрольге барамыз. Паспорт контроль ағылшын тілінде және түрік тілінде жазылып тұрады. Осы жерден өтеміз. Паспорт контрольден өткеннен кейін барып багажымызды аламыз. Багаж алатын жердің өзінің знактары болады. Сол бойынша жүріп отырамыз. Багажға барған кезде багаж алатын жерде экрандар тұрады. Қай самолетпен келгеніңіз, сол экранның қасында номерлер тұрады. Сол номер бойынша барып багажымызды аламыз. Өте оңай. Аэропорттан кейін мен осындай қонақ үйге келдім. Қонақ үйінің ішін сіздермен таныстырып жіберейін. 2 адамдық номер. Менің қасымда бір үлкен кісі жатты, апа жатты. Және де мен. Іші осындай. Өте таза. Және де барлық жағдай жасалған. Көшеге қарап тұрады осындай. Тереземіз әдемі, көрініс ашылады осындай. Мен жалпы түнгі рейспен келдім. Ұйықтап тынығып алғаннан кейін таңертең түсірдім бұл бейнені. Қазір мен таңғы асты да түсіретін боламын. Бұл қонақ үйде тек бізге таңғы ас тегін болды. Түскі асымыз және кешкі асымызды бөлек сатып алып жеп отырдық. Барлығы түсінікті бейнеде. Стамбул деген өте әдемі қала, керемет. Алғаш баруым сіздерге жұғысты болсын. Сіздер де барыңыздар, Стамбулды көріңіздер, ел аралаңыздар. Осы таңғы асымыз. Таңғы асымызды ішіп алғаннан соң біз осылай Долмабақша сарайына келдік. Мен жалпы турмен жүрдім, топтық турмен жүрдім. Авторлық тур болды. Бізде 17 адам болып бір топта жүрдік. Осылайша Долмабақша сарайына бірінші келдік. Долмабақшаның кіреберісі осы жер. Өте әдемі. Көзбен көрген бөлек, бейнеге түсірген бөлек бұл жерде. Көзбен көру керек. Әдемі жер, өте әдемі. Және де бұл жерде билет құны 650 лира. Соны теңгеге есептейсіздер. Жалпы Долмабақша сарайының ішін түсіруге рұқсат жоқ. Барлық жерде күзетшілер, адамдары, камера тұрады. Болмайды деп телефонды, камераны түсіртпейді, фотоға да түсіртпейді ішін. Біз тек бұл жерде сыртқы көріністі және де теңіз жағасына қарап тұрған көріністерді бейнеде көресіздер. Долмабақша сарайын аралау өте ұзақ уақытты алады. 3 сағат. Асықпай жүрсеңіз, онан да көп жүресіздер. Біз топтық тур болғасын жылдамырақ қарауға тырыстық. Бір жүргенімізде 3 сағат кетті. Өте үлкен, іші деген керемет. Енді ішіндегі заттардың өзі қандай әдемі. Тек оларды түсіруге болмайды, сол жері қиын енді. Бірақ бұлай көзбен көрген ерекше әдемі. Осындай ворота ашылады, осындай теңізге қарап тұрады. Осы жерде
фотозона бар, барлығын түсіп бейнеге түсесіздер. Адам өте көп болды, очередьте тұрдық кіретін кезде. Осылайша бір 4 сағатымыз осы Долмабақша сарайын аралауға кетті. Долмабақшадан шығып, біз түскі асымызды ішіп алдық. Аяғымыз ауырып, шаршап қалдық көп жүріп ішінде. Қолдарымызға аудиогидтер береді, және бұл жерде барлығы түсінікті орыс тілінде, сол бойынша аралаймыз. Сонан соң біз Галата мұнарасына бардық. Галата мұнарасы Стамбулдағы ең ескі мұнаралардың бірі. Бұл бұрын маяк қызметін атқарған. Одан кейін біз көп ұзамай Истеклал көшесімен жүрдік. Бұл көше туристерге арналған көше. Көп халық өтеді. Бұл жерде 24 сағат бойы дүкендер, ресторандар жұмыс жасайды. Осылай ұзын көше. Бұл көшеден трамвай жүреді. Қызыл флагымен қызыл трамвай. Барлық бейнеде, фотода, кинода көретін трамвай осы көшеде жүреді. Бұл жерде енді халық көп, турист көп, әдемі көше. Барлық магазиндер бар бұл жерде. Барлық брендтер де бар. Тағам сататын, пахлава сататын, тәтті сататын жердің түр-түрі бар бұл жерде. Қазір бейнеде көресіздер. Осындай түрік тәттілері болады осындай көшелерінде. Өте әдемі енді. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Бұл көшелерді аралап болғаннан соң біз кешкі ас ішуге кемеге барып отырамыз. Бұл жерде біз түрік халқының тағамдарын, дәстүрлерін көреміз. Бұл кемеде тамақ ішуімізге біз 1150 лира төледік. Оның ішіне ішетін соктары, тамағы және осы жерде қазір бейнеде көресіздер түрік халқының билері, дәстүрлері көрсетеді. Соның барлығы осының ішіне кіреді. Өте әдемі көрініспен, әдемі кемеде тамақ ішкен әдемі екен, өте әдемі. Қанша халық бар, басқа елден келген туристер бар. Барлығымыз осылай теңізге шығып, кешкі асымызды іштік. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, біз күндіз болған Долмабақша сарайының қасынан осылай кемелермен өтеміз. Түсіндіреді, барлығын ағылшын тілінде, қандай сарай, кім тұрған, барлығын. Өте әдемі көрініс. Осындай әдемі көрініспен біз түрік халқының билерін тамашаладық. What is your life about, anyway? Nothing but a struggle to be someone. Nothing but a running from your own silence. It's your road, and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you. Dance until you shatter yourself. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай, бұл түрік халқының биі. Бұл жерде бұл биді тек қана ер адамдар билейді екен. Бұл бір медитация би екен. Қолының өзі, тұрысы, бір жерде айналуы, барлығының өзінің мән мағынасы бар екен. Қазір бұл бейнеде түрік халқының
қыз ұзатуы, сырға салуы, сол сияқты билерін тамашалайсыздар. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.
бейнені соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп рахмет. Менің Стамбулдағы бір күндік осындай көрінісім, осылай қыдырғаным осымен тамам. Сіздерге рахмет. Сау болыңыздар.